Баймұра айғырдың үйірі. Баймұра айғырдың үйірін аулаға алып келдік. Бұйырса, бұларды бірнеше күн бойы үй жаққа айдап әкеліп тұрамыз. Ішіндегі ұрғаш тайларды, кейбір қуып жіберген еркек тайлардың барлығын бөліп, оларды реттейтін боламыз. Кішкентай құлыншақтардың жай күйін қарайтын боламыз. Санаймыз, санақ жүргіземіз. Қаншасы еркек, қаншасы ұрғаш екенін реттейміз, түгендейміз. Осындай жаңалық ағайын бізде. Бұл біздің Баймұра деген айғыр. Бізді әлеуметтік желіден көріп жүретін, қарап жүретін ағайындар, көрермендеріміз біледі. Ал енді қосылып жатқан, бізді енді көріп жатқан жандарға түсіндіріп айта кетейік. Баймұра деген мұғалжар айғыр, Баянды Санжар шаруа қожалығынан келген. Бәйтерек деген айғырдың бел баласы. Өзіміздің көңілімізден шыққан, өзімізге ұнайтын айғыр. Баймұра, Баймұраның үйірі бүгін келіп ашықта қамалып тұр. Шал құйрығы төгілген айғыр өзімізге ұнайды. Баймұра, қалай жағдай? Биылғы қыс сендерге онша болмап еді, ауырлау болып еді. Жазда қалай болады екен биыл? Әзірше жаңбыр онша болмай тұр біздің жақта.